her bir insan için onun milli mensubiyeti, onun gurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Devlet Tarih Medeniyet Koruğu'nun sayın müdürü, müdür yardımcıları ve değerli personeli, hepinizin Hemreylik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, İstanbul'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 2026 yılı bütün Türk dünyasına huzur getirsin, barış getirsin ve refah getirsin. Elbette Türkler bir araya geldikçe, elbette Türkler kendi aralarında işbirliği yaptıkça dünya sahnesinde çok daha güçlü söz sahibi olacaklardır. Bu temennilerle selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizin yeni yılında şimdiden kutluyorum. Xankəndidən Gəncəyə salamlar. Qarabağ Universitetinin kollektivi adından Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun kollektivini qarşıdan gələnliyi və dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edirik. Əminik ki, yeni ildə də əməkdaşlığımız davam edəcək. Hər birinizə uğurlar. Hürmetli Azerbaycan Respublikası'nın azınlıkları, hürmetli bağımızlar. Kazak'ın Azerbaycan bir xandan bir жерden жаратылған ежелден туыстас халықтар, бұны ғасырлар бойы бәріміз бірімізді келе жатырмыз. Azerbaycan халқының қуанышы біздің қуанышымыз, олардың қайғысы біздің қайғымыз. Biz sizlerden nakil ettiğim 2026 yılda жаңа жылдарыңыздың шын жүректен құттықтай отырып, Azerbaycan'ın ел ұлдарының қолдарынан туылмай, Azerbaycan халқы қашанда бейбітшілікте, амандықта, ашық аспан астында өсіп өркендесін тілейміз. Сонымен қатар Gəncə мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы ұжымында осы алда келе жатқан жаңажылдың шын жүректен құттықтай отырып, еңбектеріңізге табыс, шығармашылық игілік, сонымен қатар өсіп өркендеу тілейміз. Болашақта есік мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы мен Gəncə музей қорығының арасында тығыз қарым-қатынас орнап, екі жақты байланыстар арта береді. Сенеміз, жаңа жыл, жаңа жақсылықтарға толы болсын, бауырлас екі аман қарым-қатынасымыз ынтымағымен. Тығыз, ашық аспан, бейбітшілікте өмір сүре берейік. Жаңа жыл құтты болсын. Bütün Azerbaycan'a selam olsun. Gəncə Devlet Tarih Medeniyet Koruğu'nun sayın müdürü ve görevlileri. Benim adım Mehmet Dağıstanlı. Bütün Azerbaycan'ın ve sizlerin Hemreylik Günü kutlu olsun. Sağ olun, var olun. Құрметті Gəncə мемлекеттік тарихи-мәдени қорығының ұжымы, сіздерді 31 желтоқсан Әзербайжан халқының дүниежүзілік ынтымақтастық күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл тағылымды да мағыналы мереке әлемнің әр түкпірінде өмір сүріп жатқан Әзербайжан халқының бірлігі мен тұтастығын, бауырластық рухын, ортақ тарихи мұрасы мен мәдени құндылықтарына деген шексіз құрметін айшықтайтын айрықша күн. Осы мерейлі күні сіздерге зор денсаулық, толағай табыс, жетістіктер мен игілікті істер тілейміз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Gəncə Devlet Tarih Medeniyet Koruğu'nun Dünya Azerbaycanlılar Hemyerlilik ve Dayanışma Günü'nü kutlar, mutlu seneler dilerim. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Мәдениет комитеті, Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы ұжымынан барша әзербайжандық әріптестерімізді бүгінгі әлемдік әзербайжандардың ынтымақтастығы күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы бүгінде Әзербайжандағы өзіміздің әріптестермен тығыз қарым-қатынас орнатты.
Солардың ішінде Әзербайжан тарихы ұлттық музейі мен ұлттық кілем музейі мен Абей музейі мен ежелгі Шамкир қаласы музейлерімен өзара ынтымақтастыққа қол қойған. Бүгінгі таңда музей қорық Әзербайжандық әріптестерімен бірлескен симпозиумдар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, онлайн экскурсиялар өткізіп тұрады. Осы 2025 жылы ғана қараша айында Атырау қаласында Алтын Ордаға арналған үлкен халықаралық симпозиумда әзербайжандық әріптестер арнайы келіп, өздерінің ғылыми зерттеулері мен музейлерде атқарылып жатқан жұмыстарымен таныстырған болатын. Біздің жұмысымыз ортақ. Өйткені біздің түбіміз бір түркі халықтардың өкілдеріміз. Олай болатын болса, біз әзербайжандық әріптестерімізге бүгінгі мереке күні барша жақсылықты тілейміз. Әзербайжан халқының соңғы жылдары атқарып жатқан жұмыстардың барлығына біз өзіміз куәміз. Олай болса, Қазақстан Республикасы мен Әзербайжан Республикасының достығы мәңгілік болсын. Еліміздің тәуелсіздігі берік болсын.